Достар, менің арнама және де видеома қош келдіңіздер. Бүгін бізде яғни сериал кешегі бөлімді жалғастыратын боламыз. Ал сіздер болсаңыздар лайк басып тіркеліп кетіңіздер, ал мен видеоны бастаймын. Болдым ау. Так, осылай қойып қояйын. Келін, тағы не ал дейді. Не болды? Ана жерде сүртіге ұмытып кеткен жоқсың ба? Жаңа ғана жуып қойған жоқпын ба? Қай жерден көріп тұр? Жақсы. Мінекей, болды ма? Иә, болды, бара бер. Сосын кешке манты жасаймыз, соған да көмектесесің. Фарш жасап қой. Сосын магазинге барып келесің. Достар, сіздерге мен кейіпкерлерді таныстыруға ұмытып кетіппін. Қазір таныстырып кетемін. Бұл Әйгерім, яғни жұбайы, яғни келіні, келіннен түскен. Бұл Диас, күйеуі Әйгерімнің. Ал бұл кенже қызы, яғни олардың емес, осы ағасының сестренкасы, короче. Ал бұл анасы, әжесі десе де болады, енесі. Ал баста берейік. Диас, мында елші. Диас. Не болды? Мен шаршадым, қашан қалаға кетеміз? Қашан? Мен шаршадым, неге мені жұмсай береді? Дүш естіп қалады қазір ені. Мұнда кір. Не дейсің? Мен қашан кетем, мен шаршап кеттім, қаншама үй жинап жатыр мен уже. Неге уже надоело? Мұнда ненің даусы? Мен қазір мұның барлық сөзін мамаға айтып қоямын. Ха-ха-ха, соңына дейін не істейін? Кім сөйлеп жатыр мұнда? Ешкім жоқ. Енді қойсаншы, енді шыдайсың, енді сен келін болып түскеннен кейін ертең үйреніп кететін боласың. Хорошо, кішкене айтқаны орындай тұрсаң, сен де үйренісіп кетесің. Қой уже, надоело сен. Қашан қоясың мынандай сөзді? Ал мен басымды қатырма, жүр кеттік. Неге шошып жүр? Сен қайдан жүрсің? Естіп қойдың ба сөздерімізді? Біз ештеңе деген жоқпыз, просто жұмыс жайлы айтып жатыр. Ештеңе істеген жоқпын, жай ғана келе жатқанмын ғой. Мен кете берейін, мен ештеңе істеген жоқпын. Қызым? Ау, апа, мен қазір келемін. Мыналар естіп қойға кішкене қалды ғой. Мені көріп қойып, мені естіді деп ойласа, о май гад, маған бірдеңе жасау керек. Бұл екеуі мен мамаға айтпайым деп айтып жүрмін ғой, бірақ та мен бәрібір айтуым керек. Жүріс бері. Мен саған қой дедім ғой. Қазір естіп қойғанын көрдің бә, сен айтқан сөздеріңді мен мамама айтсам ертең, білесің бә? Ана қыз крыса, білесің бә? Если мамаға айтса, оды саған көрсетеді. Немене, мен саған айттым ғой, не тыңдамайсың ба, не? Аузыңды жауып жүр дедім ғой, жайлап сөйле дедім ғой. Не? Қатты шыңғырып келді, естіді ана қыз енді. Енді кешірші, енді мен. Келесі ондай болмайтын болсын. Мына қыз төбесіне күн түскенше дейін ұйықтайтын. Ұйықтай бер, бәрі болады ғой саған, бәрі болады. Ұйықтай бер, күн түскенше. Ұйықта. Мен істейін барлық жұмысты. Мен істейін, не? Апа, не болып қалды? Не болып қалды? Бүкіл істі мен істеуім керек па енді?
Жоқ апа, не болды, мен түсінген жоқпын. Немене талшыққа дейін ұйықтайсың сен? Тұр да бар, үйді жина. Манты пісіресің деп едім. Кәдімгі қыстырмадың вообще. Миыңа. Тыңдамайсың ба? Қалаға кет бір өзің. Апа, кешіріңізші, қазір. Сен қыз не ырбаңдап тұрсың? Бар да сабағыңды оқы. Апа, мен деген просто көп сөз айтпа, бол. Ей. Мыналардың бәрі не болған? Апа, бірдеңе айтсам бола ма? Айтатыныңды айт. Не болды тағы? Ақша керек па? Жоқ. Апа, мен кеше естіп қалған едім, иә. Сол кезде ағамнан ақша сұрап, мен мына енемнен шаршадым, неге жаман деп жатты. Не? Иә, сіз неге ұрыспайсыз, ол келінді үйден қуып Неге нормальный әйел алмаған? Түсінген жоқпын. Көп сөз айтпа, саған не керек? Апа, тыңдасаңшы енді. Ол қыз маған басына келгенде ұнаған жоқ. Өте өзінше қыз. Десем де болады. Мен көрсетейін оған. Я, апа, көрсетіңізді. Сен бар, мен оны өзім тыңдырам. Сосын саған не керек ондай сөз? Бар да сабағыңды оқысайшы орнынша, сөз тасығанша. Бар кетіп сабағыңды оқы. Мазаламай. Мен бұл қызды Чё-то. Кәсілесе мынау. Так. Айгерім. Не болды, апа? Мен пісіріп жатырмын. Сен... Мен саған ұнамайды екенмін ғой, е? Жоқ, қайдағыны айтпаңызшы. Онда менің қызым не айтты? Ол ешқашан өтірік айтпайды. Апа, қойыңызшы, мен олай айтқан жоқпын ғой. Өтірік айтпа маған. Балам келсін, сенің балам айтам. Апа, маған сенсеңші, оған сене бермеңші. Жоқ, сөзді көбейтпе. Сабағыңды, тамағыңды пісір. Сосын немен ыдыстарды дұрыстап жумағансың?